Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге педагогикалық жобамды голограммалық форматта таныстыратын боламын. Мен Ұлнаялиева Майсара Ғадылбекқызы, болашақ бөбекжайының педагог модератор тәрбиешісімін. Бүгінгі мен жобамның тақырыбы қыс аңдардың қыс мезгіліне дайындығы. Мақсаты мультстудия жасанды интеллект арқылы баланың сөзі қорын молайту. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қиялдарын ертегілер арқылы сөздік қорларын молайтып, тіл байлықтарын дамыту. Сюжеттік біріздікті сақтай отырып, көңіл күймен, қисынды мазмұнды және қазақ тілінде сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық құндылықтарын дәріптеу. Міндеті театрландырған қойылымдар арқылы балалардың тілін дамыту. Ауызша сөйлегенде дыбыстарды анық айтуға үйрету. Кейіпкерлердің іс-әрекеттері мен дауыс ырғақтарын сәйкестендіре дұрыс сөйлеуге баулу. Тәрбиелігі ертегілер арқылы балаларды адамгершілікке, мейірімділікке және еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Әдіс тәсілдері мультстудия жасанды интеллект технологиясы. Мультфильмнің құрылу процесінің төмендегі кезеңдерден тұрады. Сценарий құру, рөлдерді таңдау және тапсырмаларды бөлу, ұсынған техника мультфильм кейіпкерлерін құру, қысқа метражды түсіру, персонаждарды дыбыстау, компьютерлік бағдарламаларды мультфильмді монтаждау, мультфильмдерді көрсету. Бұл жерде қажетті көрнекіліктер бізде касса және мультстудия сахнасы керек болады. Бұл жерде бізде бүктеу түрлі түсті қағаздар пайдалана отырып, балалармен бірге оригами әдіс тәсілдерін пайдалана отырып, ертегілердің кейіпкерлерін оригами әдіс арқылы қағаздан жасауға болады, бүктеу арқылы. Құрастырудан бізде құрастырғыштарды пайдалана отырып, әртүрлі ертегі кейіпкерлерін жасылған суреттерін тауып, ертегі кейіпкерлерін құрастырады. Түрлі түсті ермексөздерді пайдалана отырып, мүсіндей отырып, ермексөзді пайдалана отырып, әртүрлі ертегі кейіпкерлерін өздерінің қиялын, шығармашылық қабілетін дамыта отырып, әртүрлі ертегінің кейіпкерлерін мүсіндейді. Бұл жерде балалар өздерінің мультстудия кабинетінде өздеріңіздің көріп отырғандай түсіп тұрған шығарылған суреттерді желім арқылы картондарға жабыстырып сахна жасауда. Бұл жерде балалар ермексөзді пайдалана отырып қиын мен кірпі ертегісін жасауда. Балалар жұмыс үстінде жұмыстанып жатыр. Және барлығы ертегінің кейіпкерлер мүсіндеп болғаннан кейін балалар сол ертегі мультстудия сахнасына қойып өздері тамашалап бақылап қарап тұруда. Ал бұл жерде бізде мультстудия кабинетіне кіру үшін алдымен балалар кассаға келіп, одан билет алып, сонымен қатар мультстудия кіру үшін, мультфильм қарау үшін балалар өздерінің тәтті попкорндарын сатып алу жұмыс үстінде суретіміз. Ал мына жерде бізде мен өзім балаларды мультстудия кабинетінде балаларға алдар көсеме бай ертегісін айтып беріп жатқан сәтінен үзінді. Бұл жерде балаларды еңбекқор құмырсқаның балаларға қалай тәрбиелік бәрін беретін ертегілерді айтып беру сәтінен үзінді. Сонымен қатар мына жерде балаларды топтарға біріктіріп бөліп, балаларға ең бірінші тапсырманы берместен бұрын ертегілерін таныстырып, оларды қандай жұмыстар жасалатындығын айту үстіндеміз. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай балалар алдарында тұрған суреттерді қарап отырып, ермексөзді сол ертегі кейіпкерлерін жасалу үстінде. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай құрастырғыштан әртүрлі ертегінің кейіпкерлерін құрастыруда. Бұл жерде ПВХ материалынан жасалған әке мен бала ертегісін айта отырып, орын-орындарына орналастыру сәтінен үзінді. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай мультстудия сахнасында бұл жерде түрлі түсті қағаздарды пайдалана отырып, оригами әдісімен еңбекқор құмырсқаның бізде кейіпкерлерін балалармен бірге жасаған жұмысымыздан үзінді. Мына жерде біздер балалардың мультстудияда жасаған ертегі кейіпкерлерін жасаған жұмыстарының үзінді. Мына жерде бізде жасанды интеллект программасында адамның бет әлпетін, дауысын және басқа да жеке қасиеттерін тану жасанды интеллект алгоритмдерін пайдаланатын жүйе. Бұл программамен кез келген ертегінің кейіпкер балаларға айтқыза отырып, олардың тіл байлықтарын дамыта отырып, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, балалардың дауысын осы жасаған мүсіндеген немесе оригами қағаздан жасаған ертегі кейіпкерлерінің ертегісіне балалардың дауысын салу үшін осы программамен қолданса болады.
Содан кейін бізде Stop Motion Studio программасы мобильді құрылғылар мен компьютерлер қозғалысты тоқтату анимация жасауға арналған бұл қолданба. Бұл Apple Android үшін қолжетімді. Бұл фотосуреттер сериясын түсіріп, содан кейін оларды интуитив интерфейс арқылы бейнеге біріктіру арқылы мультфильмдер мен анимацияларды оңай жасауға мүмкіндік берді. Бұл программамыздың бұл Stop Motion Studio программасы бізде жаңағы жасалған, мысалы бізде мультстудия сахнасына қойған кезде ермек саздан жасалсын, бұл оригами жасалсын, балалардың дыбыстарын сала отырып, жаңағы алдымызда программа. Мына Stop Motion Studio программада жаңағы ертегі кейіпкерлер жүргізу арқылы, анимация беру арқылы осы программамен ертегі мультфильм жасауға өте қолайлы. Содан кейін бізде мына жерде балалардың бірге отырып, бірге жұмыс жасаған мультфильмімізден үзінді. Бұл еңбекқор достар мультфильмі. Шегіртке өмір сүріпті. Ол күні бойы ән айтты. Билеп көңілде болып жүреді екен. Бірақ еңбек еткенді ұнатпайды. Оның достары қыстың қамын ойлап, өз індеріне азықтарын жинап жүрді. Түні ойнаймын, өлең айтып тоймаймын. Тым уайымсыз шегіртке келе жатып, азық тасып жүрген кірпіні көреді. Ойнау күлетін кеш қой. Кірпі досым не істеп жүрсің? Қазір еңбек етпесем, қыстан не іздеймін? Антан болған шегіртке, еңбек етсең өзің біл. Еңбекке менің жағым жоқ. Сөйтіп шегіртке секіріп кетеді. Келе жатса алдынан қоян кездесін. Сан досым, неге қиналып жүрсің? Қыстың қамын жаз ойла. Бір ойлама, үш ойла. Шегіртке ән айтып келе жатқанда түйінмен кездеседі. Түйінмен ойнашы. Суық күнне толда, уақытым жоқ ойнауға. Келер күн ойлап, кірістің ашынауға. Тағымға қаласың. Жемістер көп, бастан көп. Ескілі келіп, күн суыта бастайды. Кезіп жүріп даланы, құмырсқаның ізін көреді. Құмырсқа досым маған көмектессін. Еңбек етпегенін ертеңі қиын болады. Достарым маған көмектессін десін. Мен де сендер сақты өзімнің азығымды жинаймын. Күтетін нәтиже, мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қиялдарын ертегі арқылы дамиды. Қазақ ертегілерінің кейіпкерлері арқылы қазақ тілінде анық және таза сөйлейді. Өзінің ұнатқан мультфильмі қазақ тілінде дыбыстап әңгімелей алады. Әрбір жеке тұлға ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, мультстудия қазақ ертегілерін құрастыра алады. Болашақ бөбекжай бақшасында мультстудия жасанды интеллект қолдану арқылы мультфильмдер жасалуда. Болашақта бақшамыздың YouTube каналына өзіміздің құрастырған қазақша ертегілерді тұрақты жариялап отыруды қолға аламыз деген үміттеміз. Назарларыңызға рахмет.